Екінші қызым дүниеге келген кезде қайнар бауырым инстаграмда мені құттықтап жіберді, қыз келсе қуан өмірге деп. Содан кейін бір өлең шығарған екен. Содан кейін ол өлең үшінші қызды болғанша әні шықпады. Қазір енді Алланың қалауымен төртінші қызды болды. Тамаша, көп болады әке атамсыз. Сонымен сол қайнар бауырымның өлеңі қыз келсе қуан өмірге деген. Содан кейін әнін жазған болатын. Соны орындап берейін. Қарагөз. Мархабат. Қуана тыңдаймыз. Орнады көктем көңілге, аққу қонды көліңнің, қыз келсе қуан өмірге, иесі келді төріңнің. Қыз бала үйдің қонағы, ең сыйлы қонақ және де, өзіңнен ұста жоғары, жеткенше мұрат мәреге. Бала үйдің шырағы, ең жарық жұлдыз жердегі, ең мөлдір сезім бұлағы, ағатын жарып кеудені. Үніне ғалам билеген, ең сұлу бұлбұл бақтағы, табаны жанның тимеген, ең биік шыңның ақ қары. Ең сыйлы қонақ және де, өзіңнен ұста жоғары, жеткенше мұрат мәреге. Қыз бала үйдің қонағы, ең сыйлы қонақ және де, өзіңнен ұста жоғары, жеткенше мұрат мәреге. Өзіңнен ұста жоғары, жеткенше мұрат мәреге. Шіркін. Өте сөзі әдемі ойландыратын, расымен де әр әке бұл әнді тыңдаған кезде көзіне жас алады-ау деп ойлаймын шыны керек. Өйткені әке үшін қыздың орны бөлек келісетін шығарсыз. Дәл солай. Дәл солай. Кішкене қайта-қайта қыз суа беріп жатқан жеңгелерімізге, ағаларымыз кейде өкпелеп қалып жатады. Сондай кісілер кішкене осы әнді тыңдап, кішкене өз-өзін жұбатсын деген, дұрыс емес екенсін түсінсін деген ниет қой. Әр балаға Алла тағала өз жар болсын, қыздарымыз қылықты болып, ұлдарымыз ержүрек болып өсе берсін. Тамаша. Мына біздің сұхбатымыз міндетті түрде кесіліп, әлеуметтік желіге салынады ғой жаңағы сіздің шығармаңыз. Соны көптеп таратыңыздар, құрметті көрермен. Дәл жаңа Құрал мырзаның айтқандай, қыз туа бересің деп ренжитін ағаларымызға қыздың де, әр қыздың де, қызбен бірге дүниеге періште келеді деп айтатын бет. Қыздарымыз аман болсын дейміз. Аружанға қарап айтып жатқанбыз бәрі. Дұрыс айтасыз. Расымен де осы жерде менде әкем бар, ағаларым бар, сұрағым келіп тұрғаны. Жалпы сіз үшін жаңа айтып кеттіңіз, қыздың орны ерекше бөлек дедіңіз ғой. Қыздарыңыз ой болады ғой, болашақта тұрмысқа шығады-ау дегенде бір қимасты қызғаныш сезім бар ма? Айтпа олай деп алдала қызған болса. Ондай болады. Мен бұл әнді айтқан кезде үйде мамасы өзіне отырып, жылап қалады өзіне өзі отырып. Тағыдан да қайнар бауырдың өлеңіне жазған қыз баланың тағдыры деген бар. Сол өлеңім шыққан кезде бірінші мамасына тыңдатқан, бір уақытта қарасам, мамасы ағыл тегі болып жылап отыр. Бірінші қызымыз еді ол уақытта. Айтамын, әлі бесіктегі баланы ойлап жылап отырсың деп. Деген сияқты ғой, олай болады ғой, қимастық. Жалпы қыз жат жұрттық деп дана халқымыз айтқан ғой. Не де болса әйтеуір аман есен болып, тіл көзден сақтасын. Әйтеуір қыздарымыздың орны биікте болсын, қыздарымызды қадірлейтін ер азаматтар, қазақтың ұлдары өсіп өне берсін.